Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді, жасалу жолы өте оңай шәк-шәк дайындаймыз. Толық құрамы мен мөлшерін видеоның астына қалдырамын. Бізге 2 жұмыртқа керек. Ыдысымызға салып, содамызға 9% кішкене уксус құйып араластырамыз. Жұмыртқамыздың үстіне салып, және кішкене шым-шым тұз салып, жақсылап араластырып, үстіне ұнымызды сала отырып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Қамырымызды салафанға салып 20 минутқа демалдыруға қоямыз. 20 минуттан кейін қамырымызды ұн себе отырып, алдымен қолымызбен, одан кейін оқтаудың көмегімен жаямыз. Жұқа етіп жаюға тырысыңыздар. Енді оқтауымызбен осылай жинаймыз. Видеода көріп отырғандарыңыздай осылай жинап аламыз. Енді шетінен бастап 4 см болатындай етіп алып, кесеміз. Бір керкетіп кесуге тырысыңыздар. Енді осы кесіп алғанымызды шетінен жинап, ұзыншалап кесеміз. Бір келкі кессеңіздер, өте әдемі шығады. Осы аралықта майымызды қыздырып қоямыз. Барлығын кесіп алдық. Енді қызып тұрған майда қуырамыз. Өте жылдам піседі. Араластырып тұрамыз. Өте қоңырқай қылмай, осындай ашық түстес болғанда аламыз. Енді сироп дайындаймыз. Бізге 40 грамм су, 100 грамм қант, 100 грамм табиғи бал керек. Барлығын араластырып, қайнатпаймыз. Әбден ерігеннен кейін, ергенше отта ұстаймыз. Осындай ыстық күйінде шәк-шәгімізге құямыз. Жақсылап араластырып аламыз. Енді осындай домалақ формаға саламын. Қасықпен осылай басып жібереміз. Бір келкі болып шығу үшін. Формамыздан әбден суығаннан кейін осылай аламыз. Өте әдемі болып шықты. Дастарханыңызға сән береді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазып кетіңіздер. Өз қалауларыңыз бойынша әсемдеп қойсаңыздар болады. Сіздермен алда көптеген рецепттермен бөлісемін. Назарларыңызға рахмет.